Былтыр 24 жылы 3 тамызда менің баламды 17 бала ұрып кетеді. Қазіргі таңда балам мүгедек, басында сүйегі жоқ, эпилепсия, судорога, после травмы осындай жағдайға душар болды балам. 1,5 жыл болды міне әділеттікке жете алмай жүргеніме. Істі қысқартып тастады Ақтөбе прокуратурасы. 2 рет іс тергелді, 2 рет істі қысқартып тастайды, жауып тастайды. Ол СМС түрде келмейді, ескертілмейді бізге. Өзіміз барып қаулыны алып кетеміз. Біздің жаңағы менің ойымша осы істің бәрі заңсыз зерделенген. Мүгедек балдарыммен жүрмін. Астана қаласына да келдім, міне әділеттікті іздеу үшін. Генеральный прокуратураға дейін бардым, бірақ генеральный прокурормен бізді кездестірген жоқ. Үлкен әріптермен заң мен тәртіп деп жазылады. Осы Қазақстанда сол заң мен тәртіп қайда бізде? Қазақстанда әділеттік қайда бізде? Мен осыған қазір көзім жетті. Бізде әділеттілік жоқ екен. Сонда бай адамдарға ғана тек қана жаңағы не бар, билік бар, заң соларға болсады. Біздер қарапайым адам, қарапайым аналар. Сонда осылай жылап жүруіміз керек біз әділеттікке жету үшін. Бір емес 2 баланы бағып отыр мүгедек. Қазір маған өте қиын. Екеуін бірде алып жүрудің өзі маған қиын. Балдарымды емдеймін. Осы әділеттікке жетудің өзі мен үшін қиын. 1,5 жыл болды міне. Сол баланы ұрып кетеді, 17 бала. Ол балдардың бәрі депутаттың тумалары, милицияның балдары.